Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін окунь деп аталатын балықтан уха, яғни балық сорпасын пісіруді үйренеміз. Ол үшін бізге қайнамаған 2 литр су, 50-70 грамм күріш, 3 лавр жапырағы, 1 шай қасық тұз, тұзды және тағы да дәмін көре отырып қосуыңызға болады. Аздық етсе, 5 окунь орташа балығы, шай қасықпен кішкене бұрыш, аскөк, 3 түйір картоп, жарты жуа, 2 немесе 3 шағын ғана сәбіз. Енді біз отымызды қазан астына қосып, суымызды қайнағанша заттарымызды турап даярлап аламыз. Қазанымыздың астын қостық. Ішіне 2 литр суды құямыз. Және қайнағанша затымызды турап дайындап аламыз. Біз жуамызды, яғни пиязды майдалап турап алдық. Енді картопымызды ондай ірі емес, шағын көлемді 4-5 етіп турап алып жатырмыз. Сіздер өздеріңіз көңіліңіз қалауы бойынша турасаңыздар болады. Міне біз жуамызды, картопымызды, сәбізімізді турап алдық. Ондай ірі емес, сәбіз бен пиязды майда 4-3 майдалап турадық, яғни орташа көлемде картошкамызды турадық. Енді қазанымызды көреміз ашып. Қазандағы суымыз әлі қайнаған жоқ. Суымыз толықтай қайнамаса да, мұндағы көкөністерімізді сала берсек болады. Яғни картопымызды, сәбізімізді және жуамызды. Барлығын салдық. Араластырамыз. Бізде күріштің ұзақ пісуіне байланысты осы көкөністермен бірге күрішті де салсақ дұрыс болады. Күрішімізді де бірге саламыз. Сол кезде тамағымыз тез әрі дәмді болады. Араластырамыз. Енді қайнағанын күтеміз. Міне біздің сорпамыз қайнады. Біз 5 минут қайнағанын күттік. Ішіндегі сәбіз, жуа, күріштеріміз сәл-пәл пісу үшін. Кейін балығымызды саламыз. Балығымызды салғаннан кейін сорпаның астын, қазанның астын жай басып 10 минут, 15 минут жай қалыпта қазанның қақпағын жауып қайнатамыз. Жаппас бұрын біз кішкене шай қасықтың ұшымен бұрыш, лавр жапырағын және тұз саламыз. Сорпамызды араластырып
тұздың дәмін көреміз. Сорпада тұздың дәмі жеткілікті ме? Көріп тексеріп аламыз. Тұзымыз аздау. Тағы да қосамыз. Енді 10-15 минут күтеміз. Балықтың піскенін. Және арасында көбігін жайлап алып тұрған дұрыс. Міне біздің балық сорпамыз дайын. Бетінен аздап көбігін алып тастадық. Яғни бетіне шыққан барлық көбігін. Біздің балығымыз пісіп қалды. Және де балық пісер уақытқа дейін аскөгімізді турап дайындап қойдық даярлап. Біздің ухамыз, балық сорпамыз дайын. Қазанның астын өшірдік. Міне, ыдысқа салып даярлап қойдық. Көңілдеріңіз қалауы бойынша аскөк салуға болады. Тамақ ішер алдында. Егер аскөк салғанды ұнатпасаңыз, сорпаны өзіңіз ішіңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.